Сәлем көрмен, менің арнама қош келдің. Бүгін бізде DIY видеосы, яғни сыйлықтарды өз қолымызбен жасаймыз. Дәл осындай видеолардан құр қалмас үшін әрине менің арнама тіркеліп кет. Және лайк бас. Сонымен бастайық. Бірінші сыйлығымызға бізге бисер қажет. Дәлірек айтсақ, кішкентай домалақтар және осындай ұзын бисерлер. Міндетті түрде осындай, себебі біздің идеямыз осы бисерлерден құрастырылатын болады. Және әрине бізге бисерге арналған ине керек, және менің жағдайымда жіп. Жіптен бөлек сіздер арнайы бисерге арналған жаңағыдай прозрачный жіптерді де қолдана аласыздар. Және осындай қадауыштар, яғни бір-бірімен байланыстыру үшін. Сонымен ең бірінші біз осындай жерін алып, оны жіппен біріктіреміз. Осылай байлағаннан кейін бізге осындай азбука морзе керек. Бұл дыбыс арқылы сөйлеу азбукасы. Және мен жағдайымда оны мен дыбыс ретінде емес, осындай таңба ретінде қолданамын. Түсінгендеріңіздей, осы екі бисер арқылы мен белгілі бір әріпті белгілеймін. Солай мен өзімнің сөзімді тізбектеп қойдым, және алғашқы төрт әріпін сіздер таба аласыздар. Сіз де солай өзіңіздің атыңызды немесе сыйлыққа беретін адамның атын, немесе түрлі сөздерді осылай шифровать етіп жазып қоя аласыздар. Сосын барып ол кісі өзі-ақ азбуканы қолданып сол сөзді табады. Сонымен мен бәрін тізбектеп жаздым. Енді бар болғаны қадауышты тағы да жіппен өткізу. Солай біздің қолға арналған браслетіміз дайын болады. Оған қоса өте мағыналы. Ал келесі сыйлығымыз ол ваннаға арналған бомбочка, яғни оны сіздер үй жағдайында жасай аласыздар. Түрлі өзіңіз қалаған түсіңізбен, немесе ішіне тіпті кішкентай сыйлықты да сала аласыздар. Және қазір мен сізге соны қалай жасау екенін көрсетемін. Мен бір бомбочкамды екіге бөлдім, себебі бір бөлігін ақ түсте, келесі бөлігін розовый түсте жасағым келді. Сондықтан қазір мен сізге бір порцияның керек жабдықтарын жазып кетейін. Сол арқылы сіздер бір бомбочка шығара аласыздар. Сонымен бізге сода қажет, және содамызға майлар мен красительді қосу керек. Менің жағдайымда ол кокосовое масло, оның иісі өте керемет. Және ол қатты болып келеді, сондықтан бір бөлігін алып, оны микроволновкаға ерітіп, солай ол сұйық күйге енеді. Одан да бөлек түрлі майларды қоса аласыздар, тіпті оливковое масло тоже болады. Солай майдан бірнеше тамшылар қажет. Кейін мен тағы да льняное масло қостым, одан да бірнеше тамшылар. Кейін болса краситель, мен тек жартысына қосамын. Менің жағдайымда ол қызыл краситель, яғни пищевой краситель. Сосын тағы да бірнеше тамшы ғана пена для ванны қостым. Негізінде ол өте әсер етпейді. Просто оның түсі де розовый, сосын қоса салдым. Ал келесі ол бір үлкен қасық лимонная кислота. Оны осындай ұнтақ тәріздес күйге жеткізу керек. Ол үшін кәдімгі лимонная кислотаны алып кофемолкадан өткіземіз. Солай лимонная кислотамызды қосамыз. Енді бар болғаны бәрін дұрыстап араластыру. Мен бірінші рет істеп жатқандықтан сондықтан әрине қателіктер жіберемін. Жалпы менде осындай 2 порция шықты, және оны қазір екеуін біріктіремін. Негізі оның стандартты түрі домалақ тұр. Менде бірақ оған формочка жоқ, сондықтан бар нәрсемізбен қолданамыз. Осындай формочкаға барлық порциямызды саламыз. Енді ол бізде қазір ұнтақ болғандықтан оған бірнеше тамшы, яғни спрей арқылы міндетті түрде су тамызамыз. Солай ол бір-біріне жабысатын болады. Солай бізге ыңғайлы болады. Негізгі менің қателігім, мен оларды қатты езіп жібердім. Менің кәдімгідей целый бір бомбочкаға істейтін порциям жарты ғана болып езіліп кетті. Негізінде қатты баспаңыздар, солай менде кішкентай ғана шықты. Дегенмен ішінде бір порцияның бомбочкасы, сондықтан әсері де жақсы болады. Енді онда безендіру қалды. Ол үшін мен пищевая пленканы аламын. Соған ораймын да үстіне бантик тағып қоямын.
Ал келесі сыйлығымыз ол тоже қолдан жасалған, бұдан да керемет, өте масштабты, осындай картонный краш. Егер де сіздің құрбыңызда немесе сыйлыққа беретін адамыңызда өзінің кумирі бар болса, сіздер жағын осындай үлкен соның картонный версиясын жасай аласыздар. Және оның қалай жасау үшін менің мына видеома көшіңіздер, сол жақта мен от үйді қалай жасағанын жайлы көрсетемін. Ал менде осындай тахион бар. Сонымен келесі сыйлығымызға көшейік. Бізге осындай қорапша қажет және осындай таблица, яғни түсінгендеріңіздей, бұл бізде копилка болады, яғни белгілі бір сандар, яғни сол суммада ақша сала отырып, бізде белгілі бір сумма шығады. Осындай 2 шаблон жасадым өз қолыммен, және кішкене ғана менің егім көрінеді, сондықтан қорықпай, смело скачать етіңіздер. Ол үшін мен Telegram арнама кіріп, сол жақта шаблондар бар, сол жаққа жіберіп қойдым, соны сіздер тегін скачать етіп шығара аласыздар. Менде 50 мыңдық және екіншісі 500 мыңдық. Солай размерімізге сай қорап таңдаймыз да, оның жан-жағын клейлеп тастаймыз, еш жері шықпасын, еш нәрсе кедергі жасамасын деп. Енді бар болғаны осы қағазымызды жабыстыру. Артық жерлерін бояп, немесе ақ қағаз жабыстыра аласыздар. Енді келесі қай жаққа тесік қоясыздар, яғни сол жерді тесіп, сол жаққа ақшаны салады. Оны өздеріңіздер білесіздер. Жалпы осындай копилка шықты. Ал келесі ол открытка. Қатты берілмей, жай ғана осындай фотокарточкаларды шығара аласыздар. Ол жаққа өзіңіздің бірге түскен фотоларыңызды, немесе өзінің кумирін шығара аласыздар, және артына өзінің тілегіңізді жаза аласыздар. Оны ол түрлі нәрселер жабыстыра алады, және менің жағдайымда чехолдың артына қойып қоя салады. Менде сол жақта көп өзінің сүйікті әншілерім бар, және соның бірі Селена Гомес. Енді келесі идея немесе лайфхак, немесе сіздерге кеңесім, ол осындай қорапқа, яғни сыйлығыңызды қайда саласыздар, қорапқа саласыздар, распечатка жасай аласыздар. Осы арқылы қорабыңызды безендіріп, әдемі қорап шыға алады. Бірнеше дайын шаблондарын, оны да Телеграмға қалдырып кетемін, соны распечатка жасайсыздар және сыртына жабыстырасыздар. Болды. Көрермен, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл мереке туыстарымызға, жақындарымызға керемет сыйлық жасауға бір себеп. Жаңа жылдарыңызды жылумен қарсы алыңыздар, жақсы қарсы алыңыздар. Сіздермен болған мен, Ару Асанхан. Менің инстаграмыма және YouTube арнама тіркеліп кетсеңіздер, өте қатты қуанып қалар едім. Сондықтан тезірек тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен, Ару Асанхан, қайталап айтамын. Сау болыңыздар. Келе жатқан жаңа жыл тек табыстар әкелсін.